Қайырлы күн. Бүгін мен видеоларды қалай түсіріп жүрмін, солардың бір-екеуін көрсетейін деп едім. Мында байқайтын болсаңыздар, экранындағы видеоны қостым. Сосын Телеграмда қазір мынандай функция пайда болды. Мысалы, мында кіреміз. Мысалы, фото жіберсем, маған Телеграм ыңғайлы болсын, көбінде Телеграмды жіберемін. Содан кейін мына белгінің ручканы басамыз. И бірінші есепті қарасақ болады. Simplify the rational expression дейді, яғни ол бізде не деп тұр? Өрнектерді ықшамдаңыз. Бірінші біздің дәрежемізге қарасақ болады. Дәрежеміз неше болып тұр? 2 болып тұр, Демек 2 бізде әрқайсысын жеке-жеке не істейтін болады? Көбейтетін болады. Сонда 3-дің квадраты көбейтілген А-ның 4 көбейтілген 2 дәрежесі көбейтілген 2-ның квадраты А-ның 2 көбейтілген 2 дәрежесі тең. Сонда 9 А-ның 8 дәрежесі 4 А-ның 4 дәрежесі тең 36. Яғни бізде 9 пен 4 көбейтіледі, 8 қосылған 4. Сонда 36 А-ның 12 дәрежесі болып қалады екен. Жауабымыз сонда да болады. Бұл бізде бірінші вариантты. Бұл жерде байқасаңыздар, Телеграммен жазғанда кейбір жазулар саны нақты көрінбейді. Сол үшін мен былай жасаймын көбінде. Очистите, қайтадан сохранить етпейтін болсаңыз, сөйтсеңіз X-ті басасыз. Мен одан шығамын. Сөйтсем де бұл жердегі файлды аламын да, мен мысалы маған жіберген тапсырмаларды файл түрінде жіберетін болса, мен аламын да, вот. Книгеға кіргізсем болады, немесе блокнотқа кіргізсем болады, заметкеға. Менде қазір книге толып қалған үшін, мен қазір блокнотқа сақтаймын да. Сохранить деп, сол жерден готово деп шығып кетем Телеграмнан, сөйтемде блокнотта шығам. Блокнотта ол менде міне экзаменде тұр. Бұл жерде блокнотпа немесе книгемен жазған кезде өте ыңғайлы, жазуларыңызды анық-анық жазылатын болады, анық-анық көрінетін болады. Қарап, бірінші тапсырмамызда қалаған түсті таңдай алсаңыз болады. Қызыл тұр екен, қызыл таңдай береді. Тең. Байқасаңыз, бізде не тұр? Дәреже 2 тұр, Мына жерде көптеген хайлайтерді қолдансақ болады, пенсилді қолдансақ болады, ыңғайлы, қалың, жұқа қылып таңдай бересіз. Енді бізде мына жерде 3-дің 1 дәрежесі бар, А-ның 4 дәрежесі бар, 2-ның 1 дәрежесі, 2 әрқайсына жеке-жеке не істелінеді? Көбейтіледі. Сонда 3-дің 2 дәрежесі, А-ның 8 дәрежесі, 2 көбейтілген 2-ның квадраты А-ның 4 дәрежесі десек болады. Немесе бірден қайта басын бастап көбейтіп жазсақ болады. 3-дің 1 көбейтілген 2 дәрежесі, А-ның 4 көбейтілген 2 дәрежесі, барлығының арасында көбейту бар. 2-ның 1 көбейтілген 2 дәрежесі, А-ның 2 көбейтілген 2 дәрежесі тең. 3-дің квадраты, А-ның 8 дәрежесі, көбейтілген 2-ның 2 дәрежесі, А-ның 4 дәрежесі тең. Мынау бізде 9, А-ның 8 дәрежесі, 2-ның квадрат бізде 4, А-ның 4 дәрежесі. Мынау 4-пен ұқсас мүшелерді көбейтеміз, яғни 9 пен 4 деген бізде коэффициент. Коэффициенттер көбейтілгенде 36 болады. Негіздері бірдей көбейтіліп тұрса, дәрежелер не істелінеді бізде? Қосылатын болады, 8 қосылған 4. Сонда бізде 36 көбейтілген А-ның 12 дәрежесі болып қалады екен. Сонда жауабымыз Д болады. Келесі, одан кейін тұрған екінші тапсырманы қарақ. Бұл жерде айтады Simplify the rational expression, яғни өрнектер не істеуіміз керек? Ықшамдауымыз керек. Міне, мына жерден қалағанымызды бөліп алсақ болады. Тең көрдіңіз ба? Үлкейтіп, кішірейтіп беруге болады. Қараймыз, 5 деген бізде негізіміз, негізімізде не болып тұр? Бірдей болып тұр. Тек қана дәрежелері әртүрлі және бөлініп тұр бір-біріне. Яғни бізде формула болады. А-ның М дәрежесі бөлінген А-ның Н дәрежесі. Негіздері бірдей, яғни А бөлініп тұрса, дәрежелерін не істеуге болады? Азайтуға болады. Осы қасиетті, яғни дәреженің қасиетін мұнда қолданамыз. Бізде 2, 5 негіз болып тұрған соң бір рет жазамыз. 6х минус 4 минус 6х минус 7. Олар бізде екеуі жақша азайтылып тұрған мәніміз екеу болған соң жақша қаламыз. Тең 5-дің 6х минус 4 минус 6х жақшаны ашқан кезде не болып кетеді? Минус бізде раза минустың алдын есе кетеді, плюс болады. Тең, сонда 6х пен 6х-іміз жойылады. Минус 4 плюс 7. 7 мен 4 азайтылады минус болған соң. Орындарына ауыстырып жасақ. 5-дің 3 дәрежесі. Ол деген сөз 5-ті 3 рет көбейтем деген сөз. Сонда ол 125-ге тең. Міне, жауабымыз сонда В болады. Міне, осындай ручкамен жазсаңыз да болады, немесе хайлайтермен белгілеп жаза салсаңыз да болады жауапты ретінде. Осылай